Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Әдебиеттік оқу пәні. Бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Суыр, сұңқар, су қайда? Ертегісін өтеміз. 3 сынып, 89 сабақ. Мақсаттары: шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, кейіпкерлер қосу, соңын өзгерту, өлең, 4 жолды әңгіме, оқыған көргені бойынша жазу, шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Берілген сөз тіркестерін қолданып, оқиғаны мәтін туралы болжамын айтады. Мәтінге болжам жасай отырып, оқиғаның дамуын анықтайды. Өз ойын дәлелдеп келтіре отырып жүйелі айтады. Кейіпкерге хат жазады. Сөз тіркестері мен сөйлемдерді байланыстырып жазады. Қатесіз жазады. Тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін шағын ертегі құрастыр. Ерте заманда сиыр, кербез, мақтаншақ, жүйрік атпен уәде байласады. Осы сөздерді құрастыра отырып, осы сөздерден өзіміз ертегі құрастырып көрейікші, кәне балалар. Сендер қандай ертегі құрастыра алар едіңдер? Ертеде сиыр, мақтаншақ сиыр болыпты, жүйрік ат, олар не істеп мақтаныпты? Әркім өз ойымен осы сөздерді байланып ертегі құрастырамыз. Жарайсыңдар балалар, енді ертегіні тыңдап көрейік. Сендердің құраған ертегілерінде өте жақсы болды. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақ та екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегісіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласты. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, 4 аяқты жануарлардың арасында ең жүйрігі деген атқа бір жола ие болуды мақсат етеді. Балалар, ертегіні әрі қалай жалғастырар едіңдер? Енді не болады деп ойлайсыңдар? Ат пен сиыр қалай жарысады екен? Кім қалай ойлады? Өз ойларыңды айтып көріңдер, кәне балалар. Көмбеге төреші болып арыстан келді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қойды да, кері қайтуға ақырып белгі берді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауын пысылдатып, сиыр дегенде қарасын үзіп, зулай жөнелді. Сиырдың соңында желдей жүйткіп, ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып отырды. Бір кезде оза шауып елерген сиыр суырға жетіп келіп, «Суыр сасық, су қайда?» дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр, «Сиыр сасық су мұнда» деп сасып, борсып, лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Әрі берден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. «Суыр, сұңқар, су қайда?» деп еркелетіпті. «Жылқы тұлпар, су мұнда» деп суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Балалар, енді ертегінің 3 бөлімінде не болады деп ойлайсыңдар? Суыр атқа мөлдір таза суын берді. Әрі қарай не болады? Өз ойымызды айтып көрейікші, кәне балалар. Сендер қалай ойлайсыңдар? Сиыр оза ма, ат оза ма? Сендер балалар, сендер өз ойларыңмен бөлісе білдіңдер. Ендеше ертегіні әрі қарай тыңдап көрейік. Ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстайшып, самғай жөнеледі. Таза, сынық суға қанып алған. Сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырды асқан соң ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өтіп шығады.
содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап, жүгіре алмайтын күйге түскен екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні, өзінің астамшылдық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінген екен деседі. Қайсыңдар балалар, бүгін біз ертегінің мазмұнын жақсы түсіндік деп ойлаймыз. Енді балалар, сиырға, яғни кейіпкерге хат жазып көрейікші. Өз хатыңды оған 3-4 кеңес беруді ұмытпа. Сендер сиырға қандай кеңес берер едіңдер? Өз ойларыңды жаза қойыңдар. Сиырдың жасаған қылықтары дұрыс болды ма? Ол соның зардабын шекті ме? Қайсыңдар балалар, жасыл түс мен үйренген жағымдық қасиеттерім. Сары түс менің бойымда қандай қасиеттер бар? Қызыл түс өз бойымнан алшақтататын қасиеттер. Яғни осы қасиеттерді маған жіберіп жаза қойыңдар балалар. Балалар, үйде суыр сұңқар су қайда ертегісін оқып, мазмұндап